Саламатсыздармы, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан тұздардың қасиеттері. Алдыңғы екі сабақта негіздердің қасиеттерімен, қышқылдың қасиеттерімен таныстық. Енді тұздардың қасиеттерімен танысамыз. Тұздар дегеніміз не ол? Тұздар дегеніміз сулы ерітіндіде металл катиондар мен қышқыл қалдықтары аниондарын түзетін электролиттер. Мысалға ас тұзын алатын болсақ, натрий хлориді, иондарға ыдырататын болсақ, металл катионы мен қышқыл қалдығы анионына ыдырайды. Металл катионы мен қышқыл қалдығы анионына. Бұдан басқа мысалға алюминий сульфатын алатын болсақ та, демек металл катион алюминий. Алюминий атомдардың саны 2 болғандықтан сол 2-ні алдына жазамыз. Плюс 3 қосылған сульфат иондар. Жақшан сатында 3-тір, демек молекула ионның алдына түседі, ол 3 сульфат анионы. 3 молекула сульфат анионына ыдырады. Енді көптеген біздің айналамызда тұздар да бар. Мысалға оны көбірек танитынымыз ас тұзы. Ащы тұз көбінесе медицинада қолданылады. Ғаныш пайдаланамыз медицинада сынған жерлерді таңу үшін. Мәрмәрлар көзге көп түседі, и мыс купоросы. Бұл күнделікті айналамызда көріп жүрген тұздар бұлар. Ал енді негізінен тұздарымыз әрекеттесетін қышқыл негіздердің зат мөлшеріне байланысты олар 3-ке бөлінеді: орта, қышқылдық, негіздік болып. Мысалға, негіздердің құрамында гидроксид топтарының саны 3 алюминий гидроксидінде. Соған тұз қышқылын қосатын болсақ, егер осы негіздің құрамындағы гидроксид топ қышқыл қалдығына толық алмаспайтын болса, онда негіздік тұз түзіледі. Яғни бірде-бір қатынасы болып қалса. Қышқылдарда да дәл сондай. Мысалға, натрий гидроксидіне қосатын болсақ, орта фосфор қышқылын, қышқылдың құрамындағы сутек атомдардың саны металл атомына толық алмаспайтын болса, онда қышқылдық тұз түзіледі. Бұл жерде зат мөлшерінің қатынасы үлкен рөл ойнайды. Егер қатынасы жеткілікті болатын болса, онда орта тұз түзіледі. Орта тұздар нелер? Орта тұздар металл атомдары мен қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар. Осы жерге тоқталып кетсек, 8 сыныптар өткен едік күні, мысалға натрий H2PO4 ең қарапайымы. Ортасында сутек болатын болса, қышқылдық тұз. Одан кейін осы тұздың құрамында гидроксид топта бар болатын болса, онда оны негіздік тұз. Ал енді құрамында сутек те гидроксид топта болмайтын болса, орта тұздарға жіктеледі. Енді әрбір тұзға жеке-жеке тоқталып өтеміз. Бірінші қышқылдық тұздарға келейік. Қышқылдық тұздар неден тұрады? Қышқылдық тұздар металл атомы, сутек және қышқыл қалдықтарынан тұрады. Металл атомы, сутек және қышқыл қалдығынан. Аталуы калий, металлдың аты, сутек біреу болғандықтан гидро, S4 сульфат. Кальций, сутектің саны 2 болғандықтан дигидро, кальций дигидро, О4 фосфат деп оқылады. Мұндай тұздар негізінде металл мен сутек иондарына және қышқыл қалдық аниондарына диссоциацияланады. Диссоциацияланып сатылай жүреді. Демек калий гидросульфатын иондарға ыдырататын болсақ, бірінші металл иондарға ыдырайды. Сутек қышқыл қалдығымен бірге қалады. Екінші сатыда сол қышқыл қалдығының құрамындағы сутек атомы бөлініп шығып, тек қана қышқыл қалдық қалады. Мысалға, натрий 2HPO4 болатын болса, металлдың саны маңызды емес, бірінші металл иондарға ыдырайды. 2 натрий плюс қосылған HPO4 2 минус. Екінші сатыда сол сутек катионы бөлініп шығып, сутек катион мен орта фосфор қышқылының қалдығы, яғни фосфат ионы түзіледі. Көбінесе екінші сатыдағы диссоциация өте аз жүреді, сондықтан көбінесе диссоциациялаудың бірінші сатысы жазылады. Көбінесе. Ал енді негіздік тұздарға келсек. Негіздік тұздар нелер? Негіздік тұздар металл атомы, гидроксид топ және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Металл катионы, гидроксид топ және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Атын атасақ, магний, OH-тардың саны біреу-ақ, гидроксо, магний, гидроксо, хлорида деп оқылды. Алюминий, OH-тардың саны 2 болғандықтан ди сөзі қойылады енді. Алюминий, дигидроксо, қышқыл қалдығы нитраты.
Негіз тұздардың көпшілік суда ерімейді, немесе аз ериді. Сол себепті металл катиондары мен гидроксид және қышқыл қалдық аниондарына диссоциацияланады. Бұл жерде сатылап жүреді. Бірінші магний гидроксохлоридін иондарға ажырататын болсақ, диссоциациялайтын болсақ. Қышқылдық тұздада бірінші металл бөлінген болса, негіздік тұздада бірінші қышқыл қалдығы бөлініп шығады. Сөйтіп магний гидроксо ионы мен хлорид ионы түзіледі. Магний гидроксо ионы екінші сатыда магний катионы мен гидроксид иондарына ыдырайды екен. Енді осының химиялық қасиеттеріне тоқталсақ, тұздар негізінен суда еритіндер барлығы емес. Суда еритін тұздар негізінен сіліктермен реакцияға түседі. Суда еритін тұз деп жатырмыз, сонда суда еритін тұзымыз иондарға ыдырайды. Сілті суда еритін негіздер. Реакциядан кейін магний гидроксид тұнбаға түседі да, натрийдің тұздары суда ериді. Демек, тек қана магний гидроксидін тұзды иондарға ыдыратпаймыз. Магний сульфатын магний катион мен сульфат ионына, натрий гидроксидін натрий катион мен гидроксид ионына, натрий сульфаты натрий катион мен сульфат ионына ыдырады. Бұл жерде ұқсас иондар натрий сульфат ионы, натрий сульфат ионы. Сонда қалғаны магний мен гидроксид. Бұл деген сөз, суда еритін тұзда сіліктермен реакцияға түскен кезде, егер реакциядан кейін тұнба түзілетін болса, реакция жүреді. Тұнбаны иондарға ыдыратпаймыз, қалғандарын бәрін ыдыратып жазады екенбіз. Тұздар күшті қышқылдармен де әрекеттеседі. Мысалға натрий сульфиді күкірт қышқылын қосатын болсақ, алмасу реакциясы жүреді, натрий сульфаты мен H2 газ түзілді. Натрий екес күшті электролит, себебі суда еритін тұз, күкірт қышқылы күшті электролит, натрий сульфаты күшті электролит, оларды иондарға ыдыратып жазамыз. Натрий сульфидін натрий мен сульфит ионына, күкірт қышқылын сутегі мен сульфат ионына, натрий сульфатын натрий мен сульфат ионына ыдыратамыз. Әлсіз электролиттер, газдар иондарға ыдырамайды. H2 түрінде жаздық. Сонда натрий мен натрий, сульфат ионы мен сульфат ионы жойылып кететін болса, сутекке күкірт сульфид ионы қосатын болсақ, H2 түзіледі. Дәл осылай суда еритін тұздар бір-бірімен реакцияға түседі. Тек қана ережесі бойынша реакциядан кейін екі тұздың бірі тұнбаға түсу шарт. Сол тұнбаны ғана иондарға ыдыратпаймыз, қалғандарын иондарға ыдыратамыз. Кальций хлориді суда еритін болғандықтан кальций катионы мен хлорид анионына, калий карбонаты калий мен карбонат анионына, калий хлориді калий мен хлорид ионына. Ұқсас иондар бұл жерде хлорид иондары мен калий катиондары. Қалған көшіріп жазсақ, кальцийге карбонат ионы қосатын болса, кальций карбонат тұнба. Сонымен қатар суда еритін тұздар белсенділігі жоғары металдармен де әрекеттеседі. Онда қосатын металымыз тұздың құрамындағы металдардың электрохимиялық кернеу қатарында сол жақта тұру керек. Сол кезде мысты тұзынан темір ығыстырып шығарады. Металдар атом күйінде болғандықтан оларды қысқарту түсінікті болу үшін 0 қойып қоямыз зарядына. Ал мыс хлорид суда ериді, темір хлорид суда ериді, еритін болғаннан кейін иондарға ыдыраттық. Ұқсас иондар тек қана бұл жерде хлорид иондар. Сол хлорид иондар жойып тастасақ, темір атомы мыс екі катионымен әрекеттескен кезде қысқартуын теңдейді. Шығады екен темір катионымен мыс атомы. Ал енді жалпы металдардың тұз ерітіндісімен әрекеттесу металдардың белсенді қатарына бойынша қарастырылады деп жоғарыда. Қатардағы әр металл өзінің оң жағындағы металды тұздарына ығыстырып шығарады. Мысалға мырышқа қосамын темір сульфатын. Металдардың электрохимиялық кернеу қатарында бірінші мырыш орналасқан, кейін темір кете береді. Демек былай деп тұр. Кез келген металл өзінің оң жағындағы металды тұздарынан ығыстырып шығарады. Сонымен қатар көптеген тұздар қыздырған кезде немесе электр ток әсерінен айырылады екен. Кальций карбонат қыздырсақ айырылады. Калий хлоратыда қыздыратын болсақ, хлорид ионымен, калий хлоридімен оттегі молекуласына ыдырайды екен. Енді тұздардың қолданылуына келсек. Магний сульфатының кристалл гидрориді, яғни ащы тұз. Ащы тұздың құрамындағы қышқыл бұл күкірт қышқыл екен. Себебі сульфат бар. Түсі ақ түсті. Медицинада қолданылады ащы тұз. Мыс сульфаты түсі көк түсті. Бұл микротыңайтқыш. Сонымен қатар өсімдіктердің зиянкестерімен қарсы күресте қолданылады. Аммоний хлориді ақ түсті, ол құрғақ аккумуляторлар дайындауда. Сонымен қатар құрамында азот болғандықтан тыңайтқыш ретінде қолданылады. Ас тұзы ақ түсті кристалдар.
ол тамақ дайындау үшін және медицинада физиологиялық ерітінді дайындау үшін қолданылады. Физиологиялық ерітінді ретінде қолданылады. Калий нитраты бұл құрамында калий және азот болғандықтан негізінен тыңайтқыш ретінде қолданылады. Сонымен қатар оқ-дәрі ретінде түсі ақ түсті, барлығы ақ түсті. Кальций карбонаты ақ түсті кристалдар, құрылыс материалы цемент өнеркәсібінде, ал кальций ортаға фосфаты құрамында фосфор бар. Демек, бұлда ақ ұнтақ тыңайтқыш ретінде қолданылады. Байқаған болсаңдар, бірнеше тыңайтқыштарды көрсеттік. Демек, құрамында калий, азот, фосфор болатын болса, оларды тыңайтқыш ретінде пайдалануға болады екен. Тақырыпқа байланысты есептер көрсек, натрий гидроксидіне қосамыз мыс 2 хлоридін. Шығады натрий хлориді мен мыс 2 гидроксиді. Тұнба 400 грамм натрий гидроксиді екен. Натрий 23-ке тең, оттек 16-ға тең, сутек 1-ге тең, 39, 40, 2 көбейтсем 80. Табу керек тұнбаның массасы мынаны x грамм. 16-ға 1-ді қоссам 17, 12 көбейтсем 34, 34-ге 64 көбейтіп қоссам 98. Сонда x тең 400 граммды көбейтеміз 98-ге, бөлеміз 80-ге. 480-ге бөлсем 5, 98 көбейтсем 490 грамм тұнба түседі екен. Екіншісі, барий хлориді бар ерітіндіге барий хлоридіне қосады екенбіз. Натрий сульфат. Шығады барий сульфаты тұнба. Қосылған натрий хлориді. Барий хлоридінің массасы 114,4 грамм екен. Эмері хлор 35,5, 2 көбейтсем 71, 137-ге қоссам 208 кеп шығады. Тұнбаның массасы деп жатыр. 137 барий, мына 32, 64, 96 болады. 96-ға 137-ні қоссам 233 грамм болады екен. 114,4 граммды көбейтеміз 233-ке, бөлеміз 208 граммға. Ол калькуляторға салып көрейік. 114,4-ті көбейтеміз 233-ке, бөлеміз 208-ге, тең 128 бүтін 115 грамм тұнба түзіледі екен. Мұна осымен достар, тұздардың электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан тұздардың қасиеттерімен таныстық. Сау болыңдар достар, осымен сабағымыз аяқталды.